Бүгін премьера көптен күткен «Патруль» сериалының 7-ші маусымының тұсауы кесілмек. 2 жылдық үзілістен соң шығармашылық ұжым 10 жылдық мерейтойын атап өтеді. Танымал ситком кейіпкерлері бұл жолы президенттік кортежді ойдағыдай жасақтай ала ма? Бірге білейік. «Патруль» командасы Семей қаласында өткен 50 күндік түсірілімнен кейін жабық көрсетілімде бас қосты. 2015 жылы алғаш көрерменге жол тартқан хит жоба бүгінгі таңда миллиондаған қаралым жинап, халықтың сүйікті сериалына айналды. Еске салсақ, кино нарықта телехикаяның ешбір аналогы жоқ және франшизасы шетелге сатылған бірегей туынды. Биыл 10 жылдық мерейтой. Осы 10 жылдықтағы мен өзім қорықпай жаздым. 10 жылдықтағы ең мықты сериал деп айтуға болады. Утром же вы нас оформили, да? Гниды. Вы все уволены без разбирательств. Может, вы подумаете? Ну, за нас всех уже подумали. «Патруль» сіз үшін Өмір ғой. Бізді атымызды шығарған сериал. «Патруль» мен үшін легенда. Мен үшін «Патруль» ең қымбат сериал, ең алғашқы өзімнің жамбасыма түскен кинодағы рөлдерімнің бірі деп білем. Осымен 7-ші маусымы көрерменге жол тартқан жоба бұл жолы да қоғамдағы өзекті мәселелерді назардан тыс қалдырмайды. Оның ішінде жемқорлық, қарапайым халық пен билік арасында қарым-қатынас сынды тақырыптар қамтылған. «Патруль» телехикаясының феномен не деп қалай ойлайсыз? Әзілдері, феноменальный әзілдер ғой, өздеріңіз білесіздер. Феномені ол көптен бері сценаристер, киношниктер тиіс алмайтын тақырыптарға тиіскеніміз сол феномен шығар. Команда, актерский состав. Келген қонақтар айтып жатыр, феномен ол актерлық құрамда деп келсесіз бе? Шын шығар. Актерлық құрам, әрине. Екіншіден, ең бастысы ол сценарий. Ты назначаешься начальником полиции города Семей. Я разлюбил себя, чтобы полюбить тебя сильнее. Ты мне не важен, город Алматы или Семей. Ал басты назар Әділжан Шомбаловта. Сценарий бойынша туған жері Семейге қызмет бабымен оралатын шеф өзінің некесі туған қызы бар екенінен хабардар болады. Шеф, сіз бұл жолы тағы не бүлдіріп жүрсіз? Некесі туған қызыңыз бар дей ма? Автоматты түрде менің рөлім фильмде басты рөлге айналып шыға келді. Жігіттер әдеттегідей таяқ жеген сияқты ғой сізден. Ой, жалғыз менен емес, көп жерден таяқ жедім. Мен де таяқ жедім оның ішінде. Ең сүйікті репликаңыз? Ей, ишак! Маған емес қояды десе. Да, ну, Гүлбану ғой. «Патруль» түсірілімі тарихында қанша рет формаңыз жыртылды? Менің формам площадкеге келген сайын жыртылады ғой. Не только формам жыртылады. Шеф, ассаламу алейкум, қалай шеф? Денсаулығыңыз қалай шеф? Шеф қой. Амандасып біттім бе? Осы менен. Көрген күнім көрсін мен. Бірден мына жерден кейін от, брадан. Осы өмірде де осы қай жерде көрсем де осы. Постоянно мен не істедім мен бұл кісіге? 7-ші маусымның нүктесі толық метр болмақ. Отандық және ТМД-ға танымал жұлдыздардың қатысуымен таспаланған фильм 10 сәуір күні үлкен экранға шығады. Жоспарда шетелдік нарықта бар. Полный метріне түстім. Рүстем Омаровтың өзінің жеке шақыртуымен, сонда бір звездный патруль болғандықтан, Манс, сен керексің, сен ғана алып шығасың дегеннен кейін, сол бір эпизодына барып түсіп кеткенім бар. ТМД-ның бір 3-4 мемлекетінде көрсетіледі деген ой бар. Презентациялардың біреуі Москва қаласында болуы мүмкін. Фильм меніңше өте қызық болады. Бірақ сериал обязательно көру керек фильм алдына. 7-ші маусымды қалт жібермей тамашалаңыздар. Себебі шытырманға толы оқиға әрі қарай толық метрге ұласады. Ендеше назардан тыс қалдырмаңыздар. «Патруль» ең мықты сериал. НТК телеарнасына мыңда бір алғыс. НТК арнасын пайдаланып, менің өзімнің әйелімді жақсы көретінімді айтып кетім. Обязательно кеспеңіздер, шығарыңыздар ше. Бакош, я тебя люблю.